Ekan bir aylanay bilik diye so'zlarında bileğin orada so'zlarının adından bir жақсы қазақтың вальсі жаңа тауысып жатсыздар, тауышып жатсыздар білесіздер.
жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім соқ болып жаным, жанымды бара беремін. Махаббат жоқ дей жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім соқ болып жаным, жанымды бара беремін. Жан-жақтан жиылған, бір-бірін сағынып көріскен, мынау Тарбағатайдай асқар белі бар, Зайсандай шалқар көлі бар, Қабанбай мен Дәулетбайдай батыры бар, Серікқан мен Абаштай ақыны бар, жиылған осыншама жақыны бар ағайын жұртты бүгінгі бір-бірін жаңа көріп қауышып жатқан ақ дастархан басына төрлетуге шақырамыз. Келіңіздер. Кешін жақсылықпен батырады, таңын қуанышпен атырады. Бүгінгі жиылып жатқан ұстаздарымды ақ дастархан шақырады деп сіздерді төрге шақырам. Келіңіздер. Төр өздеріңіздікі, дастархан өздеріңіздікі, Ақжардай асыл ауыл өздеріңіздікі. Жоғары шығайық ағайын, төрлетіңіздер. Ауылына бір қонақ келсе, мал жаның аман ба деп келеді екен. Мейірінің ақтығын берген қонақ, пейілінің тәттігін төгеді екен. Біле білген әрбір жанға о ағайын қазағымның әрбір сөзі өнег екен. Ассалаумағалейкум деген сөзі Алланың нұры жаусын деген екен. Тарбағатай, іргенде үлкен таусың, барлығыңа ағайындар бақыт аусын. Барлығыңа ассалаумағалейкум, барлығыңа Алланың нұры жаусын деп алтын басын дейіп сәлем берейін. Ассалаумағалейкум, Тарбағатайдың төріне келген, біздің қасиетті Ақжарымның жеріне келген, балалардың жүрегіне нұр сыйлаған, елімізге жарқыратып күн сыйлаған ардақты аналар мен қасиетті ағалар, құрметті ұстаздар, мерекелеріңіз құтты болсын деп өзіміз сыйлап бір қошемет ұрып қояйық қана. Тойларыңыз той болсын. Кеттік. Мынау енді бүгін бір тамаша бастама екен. Өңкейдегі жақсылар, бәрімізге біліммен сусындатқан ардақты ұстаздар, қазіргі аталар мен апалар бүгін келіп, немере алды шөбере шөпшек сүйген қасиетті Ақжаулықты аналар мен алтын басты аталарымыз келіп отыр екен. Бүгін мына өз туған ауылдарыңызға кеп бір тамаша көңілдеріңіз көтеріліп, бастарыңыз қосылып, әңгіме
әңгімелесіп отыр екенсіздер. Енді бұл жерде тамада мен көп араласпайын. Иә, бір-бірлеріңізді көрмегені 40 жыл болған адамдар бар шығар, солай ғой? Бар, иә, айтатындарыңыз көп біліп отырмын. Бір-бірлеріңізді көріп сағынып қалдыңыздар. Иә, бір-бірлеріңізден жағдай сұрасып, әңгімелесуге ара-арасында үлкен уақыт беріп тұрамыз. Иә, алдарыңызға қойған дәмнен алып ішіп отырыңыздар. Қазақ айтады ғой, ас тұрған жерде ауру тұрмайды дейді. Досыңның асын жау шарже деген қазақта тағы бір мақал бар екен. Олай болатын болса, ақжарлық ағайын туыстардың сіздерге әзірлеген тамаша ас мәзірінен алып ішіп отырыңыздар. Тойларыңыз құтты болсын. Енді құрметті ұстаздар, бүгін міне сіздер өздеріңіз білім беріп сусындатқан шәкірттеріңіздің алды келіп отыр. Біз келіп ұстаздарымызды құттықтап кетсек, сол кісілерге рахметімізді айтсақ деп келіп тұрған жігіттерді тостырмай, бірінші сол кісілердің тілектеріне кезек берейін деп отыр міне. Ұлдарыңыз келіп қалған екен, бісміллә деп. Үлкен келді, үлкен аға, қалайсыз, қайдасыз? Медалыңыз құтты болсын енді. Үлкен аға бүгін айтты, бүгін жұмысты қой деді. Содан енді мен де өзім СПТ-да оқығам, агит бригада істегем, активист болдым өзім. Жақсы музыкант болдым, одан театр істедім, домдар істедім. 10 жылда домдарда театр істедім. Қазір Алматыдамын, Алматыда жақсы жерге барып жүрмін. Содан енді мына енді біздің жеңіс екенбіз келіп отырғанымыз бағана үлкен ағамен 90 группадан 91 группадан 2 адам шақырамыз. Үлкен аға ортаға шығасыз. 91-дің жеңгеміз апай. 91 деген 90. Апай жеңіс. Апайдан кеш жарық, құрметті қонақтар. Мына енді ұстаздарымыз біздің апайларымыз, ағаларымыз. Мына енді бағанадан бері сіздерді марапаттап күтіп жатыр ағамыз енді. Құтты болсын. Әрдайым сіздерді құрметтейміз. Мына жерде біз енді марқұм Сайлау ағамыз болған, бізде мастер болған. Сонда Мария апайымыз отыр екен. Сол кісіні құрметпен қарсы алып алсаңыздар. Басқытекші болған көп рахмет, сіздерден үлгі алдық, тәрбие алдық, үлкен жол неменеге ұштық. Енді әр сапарда, әр жерде жұмыс істеп жатыр біздің осы түлектер. Соның құрметіне өзім бір подаркім бар еді, бағана өзім кешке қалдым да, содан Мария апайымыз келіп отыр екен, соны құрметтеп өзім әдейілеп келіп отырмыз. Сіз алдалық подаркыңыз бар еді, сізге деп отыр. Соны сіз қоршап етіңіздер. Содан кейін 90 группа бағадан бері үлкен ағамыз риза болып 90 жинап, тағы да үлкен аға приз жіберді. Алтын еді бір әнді айтып берейін енді. Жақсы үлкен аға. Шараны ұйымдастырып жатқан ең бірінші ұйымдастырушылар. Осындай біздің барлықтарымыз жан-жақтан жинап,
30 жылдан кейін бас қосып жатырмыз. Өте бір қуаныштымыз. Бір-бірімізді көріп, сондай бір қайтадан сол СПТУ 29-ға оралғандай болып жатырмыз. Мынау оқушыларымыз міне біздің еңбегімізді бағалап, жүректерінен әлі біздің ұстаздық еткен, берген тәрбиеміз, біліміміздің бәрін бағалап жатқан үлкен рахмет. Бұл группа өте жақсы группа болған. Сол жылы 90, 91, 92 деген 3 группа ең керемет группалар болған. Бұл балалар бұрын келіп тұратын біз Өскеменде тұрғанда, солдаттан келе жатқанда, солдатқа кетіп бара жатқанда, ылғи есік қағады, кім десек біз кәтел бастармыз деп тұрады. Сайлау бәрі кәтел бас екен. Соны бір күн тұрсам, танымай қалдым ғой салтанат. Қарап тұрсам, апай біз кәтел бастарымыз ғой, сайлауға қайда дейсіз. Сөйтіп келіп амандастырып, қазір біз енді Алматыға кеттік. Ағалары жоқ енді бұл дүниеде. Өте ризамыз бұларға. Ұмытпады. Осы қаншама жылдар көшеде көрсе де, қайда жүрсе де бізді танып жатады. Біз енді бұлар ержетіп кеткенде кейде танымай қалатынымыз енді рас. Көп рахмет. Жолдарың ашық болсын. Әрқашан тек жақсылық қуанышта жүре беріңдер. Істеген істерің өрге бассын. Тек бақытты болыңдар. Семьяларыңмен, жанұяларыңмен, ата-аналарың тек қуаныштарыңа разы болып жүре берсін. Құрметті әріптестерім, құрметті тарбағатайлық жерлестерім, бірге істеген. Мынау менің 90-шы группам өте жақсы группа болды. Қазір 90-шы группада бітірген оқушыларым бәрі әр жерде, әр салада жұмыс істейді. Бәрі абыройлы, жақсы қызметте істейді. Өткенде Шілдайында 40 жылдық училищені бітіргенімізге 40 жыл толды деп, осы Ақжарда, осы тойханада кездесу өткізді. Мені шақырып еді, о кезде мен келе алмадым, рахметімді айтыптым. Бірақ сол кезде бұлар да 90-шы группа подаркілерін жинап, сөне Алматыға қоя беріпті. Көп рахмет 90-шы группама әлімге дейін хабарласып, амандық саулығымды біліп тұрады. Барлықтарыңызға жақсылық, бақыт тілеймін. Сіздердің де балаларың үстіп хабарласып тұрсын, менің группам 90-91 сияқты. Әне келесі әнінде вальс билеңіздер, жақсы бір дұршөйіне ән айтып бересіздергенде мен атынан қабыланып беремін. Қызысамды, түсін алғай жарымды, түсіруге ешқадам жоқ қолымды. Айты деген сағынғана, сағынғана сарынды, сағынғана шаға деген қоланды. Несі сенде көңілсіз білемін, мен дегені сен тұтарған жүреді. Sen aman Yüreğimden içindeki yüreğe Sen aman Yüreğimden içindeki yüreğe Yaşasan bir külümde Dengimde yesimim yok önümde
Seni başka tecrübe herkese seni başka kanallar yok herkese. Eşsizdi ölümsüz döneme beni sevdiğim ben şöyle Sinamam bu, sinamam bu, aman bu Jürgemden şimdi şöyle Sinamam bu, sinamam bu, aman bu Jürgemden şimdi şöyle Haydi Ustalar oynasın, ağayın deyip jüre versin. Nurlan bizden arkadaşan ayın çırkap, yer jurtunu rizagıp jüre versin de bir koşam edilip koyak. Aman bolunlar, mine ustazlarım bağlap, kelip ötken kadirmenді ağayınlar. Mınau Kazak atamız aytkan eken, kim bilmeydi, Kunanbay men Alşınbaydı, жазықсыз байкелейге қамшырмайды. Өздеріндей ағайыным көп болса егер, мынау менің қуанышым таусылмайды. Жиі келіп тобыртаға туыстарым берекесі дастарханның артылғайды дейді. Осындай бір-бірімен туыс болып кеткен, кеше ғана бірге жүрген үлкен ұжым, бір коллектив бүгін міне бастары қосылып ұлуды бір той жасап жатыр екен. Олай болатын болса, тойларыңыз құтты болсын деп бүгінгі төрімізде төредей болып отырған үлкендерімізді ортаға шақырып бір ақ тілектің кезегін берейік деп отырмыз. Сіздер рұқсат етсеңіздер, мына жерде Рахметолла ағамыз бар, Сәтсиял апайымыз бар, Сайлау атамыз, Бағдат анамыз бар, Шыныбек аға, Күлчат апайымыз бар, Қайырлы ағамыз бар, Бану апайымыз бар. Осы кісілерді bir berip tutayık mı? Jurtumның panası koy, erkeletken ortadağı akjaulıkta analarың bәрі Рамның анасы koy деп, mına bardığın özürgün үлкен ата apalarımız, енді ақсақалдарымыздың басты ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Замандастар, бұл той, үлкен той, бірге істеді. Міне жасымыз болса, келіп қалдық кәдімгі. Енді келешекте артақ балаларға айтатыным, осы үлкен кісілерден үлгі алып, жақсы тәрбие, жақсы оқып, білім алып, еңбек етсе деймін. Қазір жұмысшылар күні, жұмысшы әрәпәті әрбір жерде жүріп жатыр. Ол бір қызметке анамына қарамай, жұмысшыны қадірлей. Сондықтан осы жүріп жатқан жұмыстарымыз, еңбектеріміз үстем болсын деп ойлаймын.
барлықтарыңызға коллективтеріңізге зор денсаулық, жақсы өмір, жақсы қызмет өмірде болсын деп есептеймін. Бәрі денсаулықтары мықты болып, өмірде жақсы орындарын табады деп есептеймін. Рахмет. Құрметті бүгінгі дастархан үстінде осы шаңырақтың астында той думанға қатысып отырған қонақтар барлығымыздың айтқан тілегіміз қабыл болып, той иелерге жақсы тілек, жақсы ниетіміз жұғысты болсын. Мен осы той жасап жатқан кісілердің мақсаттарына, келіп отырған қонақтарына, барлығына таза денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Айтқан тілектер қабыл болып, айтқан тілектер қабыл болып, тойға ұлассын. Рауия, айналайын саған бір жұмысым болып отыр. Расымын, сонау өскеменде жатып сені атып жүрмін естіп, тойды ұйымдастырып, Рауия басқарып жүр, үміт басқарып жүр деген сөздерді естігеннен кейін, жарайды. Әйтеу барлық өзіміздің қазағымыздың қыздары ғой, жатырқамай ұйымдастырып жатқанына барып, қуаныш тілегімізді айтайық деп келдік. Ал енді Рауия, баламның сендер енді осы той тарқағаннан кейін өздерің мас қосып демалып, бір шауын шай ішіп, әңгімелесіп шығасыңдар. Сонда мынау енді өскеменнің сақыты сүйесің. Аман сау болыңыздар. Бұл кім десе? Кім? Мынау кім, мынаны сыйлықты кім берді десе, Мұсайып қызы Гүлбану өскеменнен әкеліпті деп жолдастарына түсіндірді. Ой, бәрі немеремді ертіп келіп, сол немеремен ол келгенше бата берейін деп ойланып отыр едім. Басқа кісілер бата бергеннен кейін немерем құралақын кетті. Ой, балам енді яңыз болып кел. Апа деп қасыма келгенімде рахмет елден сол немереме. Рахмет сіздің жасыңыз бар. Баламның аты кім еді өзі? Менина. Рахмет, саған да рахмет. Аман сау. Karnavalı tarihçiler ulkan ülkemeydeki birinizdeki evler sözünü biraz çeke. Biraz sözünü şöyle durmayı tulaydı. Hiçbir bakmıyor. Melike kutlu olsun. Birinci olsun imdastırı yatan
soğan menen Faridaga başka adamların görmüyor rahmet. Қазір өз ағайындар көршімен көрші араласпайтын болды, өзгеріп көрмейтін болды ғой. Мынандай ұйымдастыру деген сөз жаратты келген адамдардың барлығына қанша келіп жатсыздар. Бұның барлығы құрмет тарихы жеткізін дүние. Сыпыту тарихы, жаңа айтып кеттік бір дүние, көп адам қызмет істеді. Барлықтарын қанша адамдар тәрбиелеп шығардыңыздар. Осыны біздің Сыпыту құрылысының салынғанда мен айтайын деп тұрғаным, бұндай типті құрылыс Сыпытудың мекемесі бұрын осы ауданның ешқайсында жоқ. Осыны салуға кезінде марқұм бірінші хатшы болған Бейсенбай Құсанбекпен Ыбыраш Қайназаров атамыз еңбек өте зор, сол кезде өзінің еңбегімен салынған дүние. Бірақ енді тоқырау кезінде шығарған кейін бұл мекеме жан-жаққа тарап кетті. Ол кезде енді жұмыссыздықты азайту үшін қарттар үйін ашып соған берді. Бұны сырттан көрген біздің ағайындарымыз шулап, ойбай қаймақ бұзылғандар бардайда қарттар үйі бар екен қайдан пайда болды. Құдай қарағанда қалбасын өтемінде бізден көбісі бір жаңыз басқадан тұрады, басқасын тұрмайды. Сонда менің өз ойым, қарттар үйін жауы керек дағы, бұрынғы Сыпыту мекемесіне басқадай болуына сол заңдарға қайтару керек. Ал енді бағана қанша адамдарға қатын сүріп, осы өсіріп жатқан жерді болсын, иманы жолдас болсын, қабыл жарыс болсын, артында ұрпақтарына амандық берсін, бәросының қожақтарына амандық берсін, елімізді басымыз аман болсын, осындай береке халқымызды бола берсін, еңбегіңіз сау, қызметтеріңіз табысты болсын. Рахмет. Al bir aramızda mail tanışınlar da etti. Söylemiyorsunuz. O söylemiyorsan sözün ver Allah'ın kulağına çalsın. Berlerin değillerin sağ olsun. Aman olmuşlar. Neydi bunu? Al, şimdi bir arayı. Bu şişe ileri yatırmış. Genç yolunda gördük. Yaşlılarını da aldık. Rova 61 yılı geldi. Yeni gruba Mihai Jatırlay'ı da dedik. Onun böyle hazır ordetli Mihai Jatırlay. Ballar olsundadır. Sonra 6-7 yılları buna Kıtaygalı Respublikası'nın köp adamlar geldi. Bilen çıkarsınlar onu. Onu ne boşça bilmeyin. Erkin cazanı bilmeyin. Kıtayga geldi. Kıtayga geldi. Yok da cazlar geldiler. Alışarası taslat soracaklar. Buna geldi. Buna küspek İslam değil mi oldu mu? Biri soğuksuları profesör geldi. Son küspek İslam biri traktörde okuttum 6 yaşında. Orada sürdürücü. Sonra neydi ondan diye cazar bilmeyi, diye borçlar bilmeyi, detalların verme atı borçlar. Sonra da okutu gerek oldu. Borsa ekini okutu gerek oldu. Borçlarında bir dengesi okutu gerek oldu. Sonra bunu aldan algaçlı diplomam olsa Tarbataya gelgen bunu benim beyimşi. Onunla çok koy. İyi. Bosu soğuktu. Bu ne sinirim ben? İyi. Ben son bağırıyorum oldu mu? Ben alt kaldım. Bırgar bınkır. Geldi. Geldi bana. Bağladan beri söyleyip geldik, ben görüp geldik. Elimde tamaklı da belki bir mahsul olur. Tamakları yapsın. Zırkında da ayıtlı olsun yıldaştıran alından rahmetli. Rahya, Berya,
Соларға көп рахмет айтамын. Егер сау болсын. Ары қарай келмесек, 70 жылдығын тойлаңдар енді. 70 жылдығын. Қалай? Тойлайсыңдар ма? Қалай? 70 жылдығын. Сендер ау үйдің менің жасыма келіп қаласыңдар. Бәрінен аман болыңдаршы. Денген сау болсын, бала-шағаларың амандар, бала-шағаларың өсіре беріңдер. Рахмет бәрінен. Ракет әңгімелесі тамашып отырады. Бәріне ризамын. Бәріне солай айтады. Аман болыңдар бәрінен. Денген сау болсын. Рахмет. Барлығы сүймеді. Құрметті замандастар, мына ластапылды қылдегі ақсақал соғысы кезімен өтсе біздің ауылда сол сізге де болып келмейді. Түркі бесіндер осы Түркасының бәрі орда той ақша енді 29 шешенің қайдығы осыны ұйымдастырған осы ғалет басы ұстырған осы біздің дарвадағы құлдарына көп рахмет. Бұл шешені де кетіп білеміз. Пенсиясын қазіргі осы еш болды. Жаңа жақсы тілектер айтпады. Бұл енді осы тілек өмірде жалғаса берсін. Біздің қазақтың салты үзілмесін. Бұл тарбатайдай анық қазақшыл, анық жершіл. Енді кемдеген қойып жүрміз тұға жерді. Түгін қазір енді орыстары жамандайды, бірақ жеткізген осы деп театр кейбіреулер бой бермейді, ауысуға да келмейді қазіргі заманға байланысты. Сондықтан сол осы әдет ғұрыптарымыз үзілмесін. Денеріміз сау болсын, баршаларымыздың қорларымыз ақ болсын, жақсылыққа болсын. Мына қазақ баяғыда той болып, той бастағанда той деп өлең айтып жүретін. Ал енді біздің қазақтар жетелеп келіп сұрап, ой, сен осындай істесің. Енді аусы білмесек айғай сала береді. Мен бір дүние деген өлең айтып береді сіздерге. Баспадым жардың шеті құлайма деп, ішпедім арықтан суылайма деп, қорған дос болуға жаман менен, тар жерде ер тоқымын сұрайма деп, қыздар болып жігіттерді өтіп барар, өмір құрғыр ақау арман, дүние жалған, қала өлеймін. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Жүрген соң күнде көріп бауырында, таулардың биіктігі байқалмайды. Қыздар болып жігіттерге өтіп барар, өмір құрғыр ақау арман, дүние жалған, қара өлеймін, қара өлеймін. Рахмет ұлағандар, ұзақ өмір сүріңдер. Дүниенің қалай өтіп бара жатқанын білмейміз. Қымбатты осында отырған барлық қонақтар, сіздерді шын жүрегімнен құттықтаймын. Негізі енді қарасаңыздар осы жерде жаңағы ұстаздар отыр, одан кейін ұстаздардан білім алған оқушылар отыр.
сіздердің барлықтарыңызды шын жүрегімнен құттықтаймын. Мен енді көп сөз айтпай-ақ қояйын. Ақжаулық зеркемешек аналарым, ақсамай күміс сақал даналарым, өзекті өмірлерің өткен жайы, бақытты бола берсін балаларыңыз демекшімін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, осындай жақсы бастама, игі бастамалар сіздердің мына жүректеріңізден шығып, осындай керемет бірнеше жыл бойы бір-бірін көрмеген жан-жақтан табыстырып, кездестіріп, бас қосырып жатқан мына әсіресе Мұсағали айналайын қайта-қайта естіп жатырмын. Мен енді бұрын да естіп жүрміз, Абайға келе мұғалімдерді естіп жүретінбіз. Ол кезде зейнеткерлікке шығып кеттім, бірақ дегенмен сонда істеген жұмысым өте көп. Өнерің өрлей берсін, өрістерің кеңейе берсін. Ұрпақтарымыз осындай тек қана бізден жақсылық қана үлгі өнеге алып, осындай бастама ары қарата жалғаса берсін демекшімін. Аман болыңыздар, Алланың нұры жауып, келген аяқтарыңыздың барлығына жаңағы жақсылық болып, аман есен бала шағаларыңыздың орталарыңызға, барларыңызға шын жүрегінен тілектеспін. Ал енді құрметті қонақтар, өзі тәртіп сақтаған қалыппыз ғой бәріміз. Мұғалімбіз. Мына енді біз сонша жерден, алыстан, жақыннан келіп отырғандар, мына бір ауыз сөз айтайық, тілегімізді айтайық, бірімізді дұрыстап көрейік деп отырмыз. Кішкене тәртіп сақтасаңыздар, ең бірінші. Мұғалім деген солай. Мұғалім, енді өзіміз тәртіп сақтайтын адамдармыз ғой, тәртіпті ең бірінші қай жерге жүрсе мен өзім сақтатып аламын, қай жерге барсам. Өйткені біреу айтып жатады, ол екінші адамның құрметтемегендік болады ғой, құрметтеу керек, әрбір адам сөйлейді, оны біз тыңдап отыруымыз керек. Әрбір адам өз ойын айтуға керек, мүмкін қателік болса кешірсін. Мен де ақшашты қариямын ғой енді. Я біздер ақшашты қариямыз. Жас бала көңіліміз әлиямыз. Бір күн жарты ертеңде жазамыз. Үйдің іші қанша жыл болса да, аяққа жылы көрпе жабыламыз. Сондай қариямыз. Оған келсесіздер ғой енді қариялар. Ал енді менің айтатыным, мұнда барлығы көз көргендер отыр. Көз көргендер, өз көргендер демекші. Ал енді айтайын деген ең бірі. Мен айттым, мен қайда сөз. Мен ең бірінші мынау енді тарихта біздің Тарбағатай ауданында бірінші болып отыр ғой. Не барлықтарыңыз тоқта, үміт. Ой, тоқта. Ана міне 10 жылдық, 15 жылдық, 20 жылдық деп бәрі класстастар деп бітірген жылдарын бірігіп жатады ғой енді көрдік. Біздер 60 жылдығымызды жасап өткен қариямыз біздің. Ал 78 жыл бітіргендер, құспен ұйымдастырған 60 жылдығын жасағамыз ең соңын. Енді қазір енді қартайып қалдық қой. Мен айтпақшы мына көп сөз айтпайын деп ойлайын да сөйлеп кететіндігім бар өзімнің. Айтайын деп ойлап шығам, көп сөйлемейін, мәлімет қалады ғой деп. Мен айтпақшым бұлайын. Шындығымды айттырмын мен, шындығымды. Мына осындай тарихта мына бірінші рет болып тұр міне. 35-65 жыл, біз кеткен 30 жыл болды, сонда 30 жылда мына кездестіріп отырған әрбіреуіміз үйдің хозяйкасы, үйдің иесі болдық қой. Мына бір үстелді жасау үшін қанша тірлік жасаймыз. Ал мынаның бәрін ұйымдастырып, мынаны істеген, мына осындағы ақылдастар алқасына басымызды иеміз, үлкен кісілер атынан. Өте ақылмет. Мен аттарын атайын, білгенімді білмеймін қаншасы екенін. Әлімра бастап дейді, үміт, Рауя, Фарида бар, Есенбайыттар енді бірінші жүрміне. Тағыдар, енді мына кімді Есмұрат та бар шығар енді Рауя болғанын. Өзімді айтып қояйын енді мен. Жақсым бар, тұрыстан айтып. Мен сонда тағы аталмағандар болса,
өте көп жұмыс мынау. Рахмет айналайындар. Алла разы болсын деп айтамын ең бірінші. Ал енді көз көргендер, сырласқандар, сыйласқандар, туыстай болып араласқан қимастандар, бір жүргендер, бір күлгендер, қандай заман болса да өзгергендер демек. Басқа болды ғой деймін енді. Болды, басқалар сөйлесін. Бағана басы қиын ауырған. Аналым үйде отырып, кейін мынау қап-қара болып кетеді. Көгіліп қап-қара болып кетеді. Мынау қан жүрмей қалған. Менікі сөйтеді кетті. Бір жер қатты ауырып кетеді. Кейін қап-қара болып кетеді. Қан жүрмей. Аяқ астынан осы қан жүрмей. Басқасын айтып қажеті жоқ, қалай жақсы сөйлейді, сол жерде айта алмай қалдым мен. Сөйлеуім керек, мен шықтым, бір алтынсардың атындағы менің төселдің иелері ол күшті маман, жақсы. Соны енді ерекше айтайын деп отырмын сендердің көздеріңше. Енді қалдың жаңа айттым ғой, ақылдастыр алқасында болмағандар. Мен қожан, бауыржан, имандылық жағынан саған үлкен рахмет, Алла разы болсын, шалыңның атынан да рахмет айттым. Апайма, қартақсы. Рахмет. Ағайын туғандар, мына дүбірлі тойлары құтты болсын. Осы дүбірлі тойды осындай салтанатты түрде ұйымдастырып отырған ол қыздардың құдай бақытына шейін, бағы жансын. Кішкентай нәрседен осындай үлкен нәрсе жасады. Сыпырдың бәленбай жылдарды айтып басы бастаттағын осындай дүбірлі тойға айналдырды. Енді ұйымдастырушы қабілетті керемет деп ойлаймын. Мына тойда отырған сақалдармен жағдайы бәзір айтып жатыр ғой, ақшасынан апа болдық. Сіздерді бәріктеріңізді осы жасқа келгенде осындай тойда отырғандарыңызға құттықтаймын. Мен осы тойға қатысқандар қатыса алмай қалдым. Мен қайта ойлаймын, менің құрдасымен бәйік бәйіқпен тойда кетті. Жоқ, бүгін менің қасымда. Жақсы жолдасымен бір жағынан. Амандық деймін, әсіресе жас еріп қалған, 90-ға таяған мына отырғандарын, әрқайсыларына өмір деймін. Өмірге тұтылмайды ғой ешкімге. Аман болыңдар, дендеріңіз сау болсын. Осының әрқайсысы мен атар едім. Енді көбісі керек жас кіші арасында. Әйтпесе сол мен атарсыңдар ғой. Ал айналайын ұл-қыздарым, бәріктерің амандық тілеймін. Бүгінгі салтанатты тойларым құтты болсын. Осының бәрі бір-бірімен істеп шықты деген кісіні білеймін. Қарап отырсақ, ана құламыз ғой. Біріміз үлкенбіз, біріміз кішкентаймыз, біріміз кәріміз, біріміз жаспыз. Соның бәрі бір-бірімен істепсіңдер ғой бір-біріне. Бұл не деген керемет.
Мен мына қуандықты жақсы білемін. Ең жақсы көретін балам. Бұл сыбарыш көп білген. Келгенде. Ешкімнің қолын қайтармайтын бала ғой. Қандай шаруа болмасын келсең, істеп бер десең істеп береді. Жұмыс істеп берсең жұмыс істеп береді. Осындай балалар болды, осындай қызметті сәлемдер болды. Қанша директорлар жұмыс істеді. Соның барлығымен жұмыс істедім мен. Мені шаруашылыққа жіберген, істеп жүрген жерімнен мұғалім болып істеп бастап едім. Қайназар ішмекомнан келді де, келгеннен кейін біраз жұмыс істегеннен кейін Шырбекті шақырып алды. Сен мына шаруашылық жағына кетсең қайтеді. Соңғы шаруашылықта кетіп қалдық қой енді. Мен мұғалім болып істегенім жоқ еді. Мәселе болғаным жоқ. Кешіріңдер. Барлықтарың жан-жақтан келдіңдер ғой. Мен сол келгендеріңнің өзі той деп отырмын. Алматыдан келіп жатсыңдар. Неден, Өскеменнен, Астанадан келіп жатсыңдар. Осыған бас қосу үшін. Мұның өзі бір жақ қуаттылықтар шығар, дендерін саудыру ғой, амандықтарын ғой. Сөйткен жоқ, әлі күнге тараппайды, кешегі ұмытқанды жаратпайды. Көңілім тарихтың мұқтарын күн сайын өз қолымен парақтайды. Солай ағайын. Күнде ойлап, жатқанда өткенің ойына түсіп, өткенің жасын аяқталғаннан кейін алдың көп па, артың көп па? Ойымнан кетпейді. Сондықтан амандыққа бірауыз артық сөз айтып өзімді кешіріңдер. Амандыққа олай, денлеріңіз сау болсын. Барлықтарыңа амандық тілеймін. Мен дастархан басында отырып, мұндай сұлуыңыз болыңыздар. Аман болыңдар енегей. Сау болыңдар, бақытты болыңдар. Мынау жақында үлкен ақсақал отырмын. Амандық тілеймін барлықтарыңа. Кімге берейін? Ана жаққа. Ата берсіндер. Рахмет енді мынау ақсақалдар. Meni de soğuk Öskümen'den gelip oturup, biraz söz ayıp edip ыңғайсыз көріп отырмын өзімді. Енді мынау бүгінгі қуанышты дастарханға жиналған барлық бір мекеменің коллективі сіздерге енді келіп отырған мұғалімдер ұстаздар күнімен және кәрілер күнімен құттықтаймын барлықтарыңызды. Енді мына өзімді айта кетсем мен, жаңа айтты ғой мына кісі. Мені енді ешкімді ойламайды, мына кісі 185-те мұғалім болған бір кездегі. Мен енді өзімді айта кетейін толықтырып. Мынау зампред Қайназаров жарықтық зампред болды ғой, республикамда. Сол кісі шақырып алды да мені. Мен ол кезде жаңа келген жас мамамын, шақырып алды да айтты. Қарғам, мен сені шақырып отырғаным, сізді жұмсайын деп отырдым бір жерге. Соған риза боласыз ба деді. Ол не жұмсаға дегім, осылай міне Қытайдан келген өзіміздің ағайын туыстарымыз бар. Сол кісілер не өзімізше жазуды білмейді қазіргі, содан кейін орысша, шынын айтқанда нан сұрап жеуді білмейді. Соған енді жаңағы әркімізді үйрету керек, бір ауыз болса да орысша сөз үйрету керек. Соған біз сізді жібереді деп отырмын деп мен енді ояға менде өз басқа жұмыстарым бар ғой енді. Оған коллективім мені қалай қарайды деп едім. Ол коллективті қоя тұр Қарғам. Мен айтып отырмын ғой, соған барасың. Басың бос, жассың, семьяң жоқ. Кешке вечерний мектепте оқытасың деді. Ойбай, вечерний мектепті қалай оқытамын мен? Мен жұмыстан кейін деп кішметтік көрсетуген бармайын деп едім. Оған ана кісі болмады. Содан енді
Жарайды деп бардым, оқыттым, 2 жылдай оқыттым, мешелі мектепті. Сондағы жаңа айтып кетті ғой, осы біздің енді ақсақал үлкен молдамыз болды ғой сілем. Осы дүниеге мұғалиман деп жүретін мені. Енді барлықтарыңызға енді осы өмірдің жақсылығын тілеймін. Дендеріңіз сау, бақытты болыңыздар. Дүниеміз, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп тілеймін. Барлықтарыңызға осындай дастархан, осындай қуаныш бола берсін үйлеріңізде. Алыстан келгендеріңіз аман есен үйлеріңізге жетіңіздер. Барлық аманшылықта болсын деп сондай қуанышты жақсылық тілеймін. Енді дастарханға ас келді ғой, аспен бірге бас келді, осыған бата жасау керек. Мына сіздерге айта берем, кішкене бізден үлкен, біз батсамыз деді ғой, иә? Сондықтан кішкене берсін дейді. Бата берді. Құдайым қолдасын, ниетімізді қолдасын, заманымыз тыныш болсын, жеріміз ырысты болсын, балаларымыз бақытты болсын, көрген күні шуақты болсын, күніміз мерейлі, қуанышты, көңілді болсын. Халқымыздың бағы жатсын, алды бақытты, сәулетті, мерейлі, ұлы Қазақстан елі болсын. Құдайым осыған жеткізсін. Осы тұрған барлық осында қатысып отырғандардың үй ішіне, бала-шағасына Алла қуат берсін, денсаулық берсін, бала-шағасының немерелі шөберелерінің қызығын көрсін. Құдай соған жазсын. Барлықтарыңа амандық тілеймін. Мына болып жатқан мерейлі тойларыңыз құтты болсын орындары. Құдай осы тойдан айырмасын дейді ғой қазақ өзі. Тойшыл халықпыз. Сол той думамен Алла өткізуге жазсын. Амандық тілеймін. Аумин Аллаху. Рахмет Жүлеға. Ұжым мүшелері, ағалар, апайлар, сіздерге бір өлең айтып берейін деп тұр. Қабыл алыңыз. Баталы қалқым бағасыз аман, ақжаулық деген қанбасың аман. Сіздерге сәлем бергелі келдім. Қуаныш сыйлай ақ жүрегіме, сіздерді қосып ақ тілегіме, көзіммен өзім көргелі келдім. Қасиет қонған ел аман болсын, жақсылар туған жер аман болсын. Арман бар бәрі осы бір әнім, сіздерге берген сәлемім болсын. Туған ел аман болсын, жақсылар туған жер аман болсын. Арман бар бәрі осы бір әнім, сіздерге берген сәлемім болсын. Аман ба халқым, аман ба ауыл, аман ба бәрі ағалы бауыр. Тілеймін аман саулығын елім. Алтындай ұл қыз өсірген елім, аман ба жеңге, аман ба келін. Сіздерді қатты сағынып келдім. Ниет қонған ел аман болсын, жақсылар туған жер аман болсын. Аман ба бәрі осы бір әнім, сіздерге берген сәлемім болсын. Қасиет қонған ел аман болсын, жақсылар туған жер аман болсын. Аман ба бәрі осы бір әнім, сіздерге берген сәлемім болсын. Toydan tartı tarağında kabul alınızdır, koşamadık böyle. Hani toylarınız toygulasın, kadınmen de kayınlar devran oldunuzdur. Міне ең бірінші тойды баса кетті, Фарида негізі Ақсуаттың қызы, бір жақтың келіні, сіздерге сәлем беріп жатыр. Тамаша келін, осындай келіндеріңіз көп болсын. Не подарок алып жатыр? Ала берсін. Еңбегіміз бар емес пе? Бір стакан. Қай дастарханда жиынға барса да
бұл кісілерді осындай еркін отырғызып, осындай сөйлеттіріп, осындай тілек бермейді дұрыс қой. Бұл кісілер енді бүгін сіздердің орталарыңызда еркелеп, өздерінің ойларындағысын айтып, кішкене ұзақ сөйлеп қойса, айып етпеңіздер. Кешіріммен, түсіністікпен қараңыздар. Өйткені сіздерді өз үйінде отырғандай, өз ауласында отырғандай сіздерге еркінсіп, ойындағы бар тілек ойларын айтып отыр. Олай болатын болса, түсіністікпен қарап, ақсақалдарымыздың тілегін тыңдап, ақсақалдарымыздың сөзін тыңдайтын қадірменді ағайындар. Мына Мұқағали айтқан екен, дүркінде, өтеді дүние бір күнде, ағылда төгіл бұл күнде, шашылда төгіл бұл күнде, адамның ғұмыры жетеме, дүние деген шіркінге деп айтқан екен. Осы дүние деген шіркінді қазақ айтқан ғой, асың барда ел танып еліп жүріп, атың барда жер танып желіп жүріп деп. Осындай жер көріп, ел көріп, ауылдан алыс шар тарапқа тарап кеткен ағайын бүгін міне бас қосып, бір үлкен аспара қазан қайнап отыр екен. Олай болатын болса енді ақсақалдарымызды бір-бірінен бөлмейік. Бұл кісілер қалмасын, тағы бір тілекті, мына жерде Тұрсын ағамыз бар, Дәмеш ағамыз бар, Бәкіш апайымыз бар, Нұржамал апайымыз бар, Фарзан апай, Гүлбану апай. Бұл кісілер айтып кетті ме? Неге жазып қоймасыз қайтардан? Енді олай болатын болса, Ораз ағамыз бар екен. Мен ешкім танымай жатырмын, кешіріңіздер. Мына кісілердің жазып бергендері бойынша Ораз аға да сөйлеп кетті ме? Ораз ағамыз, Мәншүк апайымыз, Сара апайымыз, Мына кісілер сөйлеген жоқ қой. Тәртіпқан апай, Оркен апай, Мәрия апай. Осы кісілерге бір тілек беріп сай. Қошемет ұрып қойыңыздар. Қане қай жерде отыр екен Ораз аға? Қымбатты кездесу болып жатыр. Мерекелеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Әрқашанда ауырмай сырқамай, денсаулықтың арқасын жүре бермейді. Екінші мынадан ұйымдастырған Мұсағали, Рауия, Фәрида, Раушан, бәрмелер жүгіп, неше күн болды дайындалып, бұғанда көрсем рахметімізді айтамыз. Жаңа де анау кездескен музыканттар, әншілерге де сәлем, көпке рахмет айтамыз. Енді бір айтайын дегенім, жатақханада Барды апамыз марқұм болып кетті, Ескал апамыз марқұм болып кетті, Зей апайымыз марқұм болып кетті. Енді burada көз жоқ. Болса да бәрі көз алдымызда, талай адамда көз алдымда, бәрінен есінде сақты, бәрін біліп жүрмін. Енді қаз сол ішінде үлкеніміз Гүлбану апай қапты. Ол кісі мені арамызға келіп, сонау жерден келіп менен тілегін айтып, батасын беріп едім. Оған да қуаныштымыз. Сол енді бағана шыққан айтады, ана көрсізді көріп, бәрін көрдік, жақсы болды, орында бар. Шыққан айтады, сенің екі жатақханам жоқ қой деп сөйледім. Бұл сөзін айттым ғой, аға дедім, әлі амандық болса, келесі өзін келіп қояды. Қайтадан салып келдің деп сөйледім енді. Енді ондан алға береді. Міне кішкене өзі орды, рахмет, кішкене айтқанған шалып. Тағы айтайын дегенім енді мен бір мағада тұрардағы нем бар еді. Андан мұшына. Мұнан мен өзім тоқыдым. Өзім дайындалып, әкел. Жатақханада елкіл апамыз бар. Сосын ойына жабай дейді. Ал енді екіншіден тағы бір не бар еді. Кезінде өзіміздің кие тарбақтай кепті, ең бірінші тарбақтай азаматын алған Қайназар ұзышар атамыз болған. Сосын бір неден сіздерге тарбақтай енді. Сол ұқсат етіңіз. Ал енді көп рахмет. Az toy olsun, çarpık olsun, anladık mı gidecek? Қосылып шыққан өлке кіші бірге, билесін тұрмайды.
Ал құрметті мына жерде бауырларым, сіңірлерім деген сияқты барлығының жасы менен кіші. Сондықтан да әріптестер деп сөйлейік, бірге істедік. Мен училищеде 83 жылғы ноябрь айынан бастап райисполкомның несімен ауыстыруымен уәштің орнына келгем. Математикада мен сабақ бердім, уәш менің орныма қазір әуезов мектебіне техникалық неден сабақ беруге барған. Содан бері қарай мінеки сіздерменен қазақша айтқанда бір қазанда біте қайнастық, жақсы жұмыс істедік бәріміз. Дәуірлеп тұрған училище болған ол. Кезінде атағы республикаға деген. Ана училищенің есігінен кіргенде оркестр ойнап жатыр, елдің барлығы соның бәрін ойына алып, сол кезде училище деп айтып отырамыз. Ал енді содан кейін бізді жалпы білім беретін, яғни мектеп сабақтарын беретін мұғалімдер бөлек, мастерлер бөлек, бірімен бірі жарысып, кәдімгідей концерт қоятынбыз. Соның бәріне бір күнгіде емес, қазір ойымызға түсіп отыр, жасымыз келгенде. Мына отырған сол кезде қыздар міне сәуре отыр, үміт бар, қайсысын айтам. Осының барлығы сол кезде жалпы білім беретін мұғалімдер болды. Ол кезде мен 40 жастамын, бұлар 20-ның ішінде ғана. Енді қазір неге жасымыз келіп отыр, соны мен 40 жаста болсам да осылармен кемпір дейтін. Бағана соны өтайдан баяғыда кемпірсің әлі кемпір. Соңысы мен міне сондай жақсы күндеріміз болды, қармаларым. Көп сөйлеп қажеті жоқ. Ашы жетеді істедім, бір жыл қысқаруға түсіп. Содан кейін мен воспитатель болып жіберді. Сөйтсем қысқаруға болмайды екен, мен райисполкомның решениесімен барлығын істедім. Кішкене жуастау болған болмайды. Сонда мына отырған общежитиядағы қыздарменен бірге біте қайнастық. Шайымызды бөліп ішіп, жүгіріп жүретінбіз. Қанша қалжыңдарымыз болды. Қазір міне қойғалсық, бәрі жақсы. Бәрін айтты, бірін айт айналайын. Осыны ұйымдастырғандарға көп рахметім мен. Мен енді өте алыстан келген жоқ, мына жап-жақын жерде Зайсаннан келдім. Алдында естігенде керемет туағам. Соғанға дейін аман жүрсек екен деп. Тәртіпті маған осыдан 3 ай бұрын айтқан. Міне сонымен аман десем, осындай күнге жеттік жарықтар. Біз енді үлкеннің бірі болдық, бала өсірдік. Қазір немереден шөбере көріп отырмыз. Аллам сендерге сондай жасты нәсіп етсін. Аман болыңдар, жақсылықта жүріңдер. Бәріне кімді атайын, бәрін бірдей ұйымдастырып жатырсыңдар. Сондықтан бәріне рахмет. Аман болыңдар. Айналайын көзіңнен ашып жұмғанай, күндіз қонғанай. Құрметті қалайық. Айналайын, менің училищеде бірге істеген жасы бар, көлі бар. Бәрін туысым сияқты. Сықпылдырма 60 жылдың тойлап қалдатыр дегенде қуанышымнан шек жоқ. Бірінші болып қол көтеріп, ой, енді көрмеген жаңағы балалардың бәрін жастар, біздің жас үлкендерге дәмешайын жатыр ғой, 40 жастар деді. Мен 40-тан асып кеткен жасамын, сонда сендер жас баласыңдар міне. Солар сендермен бәрдерімен бірге жұмыс істедік. Еш шайдескеміз жоқ. Сықылдың адамдардың бәрі тату. Ең жақсы мекеме болды біздің мекеме. Айтарға сөз жоқ. Бастықтарымыз да жақсы болды. Жұмыс істеп жүрген кісілеріміздің біреуі ешбіріменен бір шайдесіп көрмеді деп ойлаймын. Барлықтарына бақ тілеймін, өмірін ұзақ жас тілеймін. Дендеріңе саулық берсін, бастарыңа байлық берсін. Не тілесең Құдайдан соның барлығын берсін. Не айтам, айтатын сөз көп, қайта оның бір қайталай бергенім болмайды. Менің білесіңдер мал дәрігері екенімді. Сол мал дәрігерлер әлгі 63-ші жылы немереге келгеніміздер, практикаға келген. Сол мен 63-тен бастап сонда сабақ бердім. 64-ші жылы бітіріп келген өзіміз жазып әкеттік.
сол жердің орнықты мұғалім болып қалдық кіші малдәрігеріне. Енді көрші баламның малын демдедім, адамын демдедім, өзім сол ем домдағанды жақсы көремін. Сол істеген ісімнің бәріне рахмет айтып, көршілерімнің бәрі риза болды. Сыйға болса да мені шақырады, өздері болса да мені шақырады. Бір сибирский язва деген, осы бір сөз айта кетейінші. Сибирский язва деген ауру шықты біздің маңайымызда. Осы 2010-ға таяқ болған жылдар ғой деймін, 88-89-ға. Онда мен пенсиядамын. Сосын Жамбылсын Төкенің сиыр ауырып шақырды. Бәрін майын алыңдар деп. Не дайық деп? Бар, мен де шақырдым, не бар? Сосын ветврачтық, ветврачым Серік деген, ол кезде жас жігіт фамилиясын ұмытып қалып тұрмын. Сол бала бұл неме деп тұр. Сол бала айтыпты, ойбай мынау отравление деп. Сосын барып сиді мен тексердім. Өйткені мен сабақ беремін күнделікті. Есті оқымағанда сыптуға сабақ беріп үйрендім. Сосын барып қарасам, сиырдың көзі қызыл болып кеткен. Денесі ұстасам дір-дір-дір-дір-дір-дір-дір-дір. Ол қыстық. Тігішегін қарадым, қамталап тұрды көрдім. Төкен дедім, соймам сиырым дедім. Маған лабораторияның түнгінің керек жоқ, мынау сибирский язва. Бұны қазақша қарасыл дейді. Өте жаман ауру. Адамға да жұғады, малға да жұғады. Сондықтан бұл сиыр сойма деген дедім, мен кетіп қалдым. Егер соя қалса, шек қарны көкпесін бәрін алып қойыңдар дедім. Соң кетіп қалдым. Мен келіп сойып пысады. Ол сибирский язвамен ауырама, сол селкілеп тұрады, тоңқалыс бірақ қойды. Енді мал әргер болсаңдар, бәріне бесін. Соның кейін келсе бәрім немені бөліп алып етті, сойып. Ойбай салдым, ойбай мынау сибирский райком позвонадым. Бізде сибирский язва шықты, ешкім сенбейді. Мынаны елдің өледі, вакцинация жасасын. Bütün үйді аралап вакцинация жасадым, адамдарға да, малға да түгел вакцинация жасадым. Содан айтып, Құдайға бір бабушка қайтыс болды, басқа бір аман қалды. Міне осылай жан-тәніменен өзім жұмысымды жақсы көрсем, бәрін оғасын білесің. Сол баладан енді айтқан көп себеп етті деп ренжімеңдер, айналайын. Ветврач болсаңдар, үш ветврач болыңдар. Аман болыңдар, бақытты болыңдар. Мына басқарған балаларға, қыздарға, ұлдарға мыңда бір рахмет. Өте жақсы болды. Тамағында жақсы, ұйымдастырғандарыңыз жақсы. Өте ризамын. Жақсы болды. 100 жетіңдер болды. Кім бағады? Қуанышпен қарсы алып, тойлап жатырмыз. Бұл Сыпытуда менің баяшым 40 жылға тақырып ұстаз болып атқарды. Бұл өмірден кеткенде 9 жыл болды. Барлықтарына бақыт тілеймін, жақсылық тілеймін. Осындай дастархан әр үйде жайылай берсін. Бағана Сыпытуға барғанда Баяштың басқан жерлері іздері қойдық, неше түрлі ойға түстім. Енді мына ұйымдастырып, бәрін жасап, алдымызға қойып жатқан қыздарға жақсылық тілеймін. Әрқашанда бақытты болсын, балаларының қызығын көрсін, еңбектерінің жемісті болсын. Пәриза мен Мұсағалиға мен өзі қатты ризамын. Бұлар әрқашан ақ көңіл, кісі сыйландары өте қатты. Әме бір жерден қыз алып отырмыз. Әрқашанда
басымызды қосып жүріп жатырмыз. Енді мен бәрілеріңе айтатыным, жас баладай мұңсыз болыңдар, ақ қардай кірсіз болыңдар, амандықта болайық. Бұлай әштің келіншегі бәле дейміз.